Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Мынандай сізде 3 жылдық көшет бар делік. Осыны жағдайға жеткен дейік, кесілмеген. Ондайды қалай кесеміз? Егер осындай кезде дұрыс кесуді қалыптастырмасаңыз, онда сіздің болашақта оны дұрыс қалып келісір ұзақ жыл, 2 жылға созылып кетуі мүмкін. Сол үшін кішкентай кезінен дұрыс қалыптастыру жұмысы жүру керек. Мынаны мен биыл 3 жылдан бері кесем ғой, қателеспесем. Мына жерінде кішкене не болған, секелесі болған, міне көрдіңіздер ме? Отыр ғой. Оны алып тастағанбыз, оттар қателеспесем. Ал енді мына кесуге кірсек, міне төмен жағынан бастаймыз. Ондай штамда кер жоқ нәрселерді алып тастаймыз. Кішкене қала тұрсын. Сосын ішке өскендердің бәрін аламыз. Мынандай бұтақтарды қазір қала берсін. Ол кейін кесуге де қиын емес. Кейде бұлар жапырақтар шығып, бұл керісінше нені қоректендіретін болады. Сосын мына жердің кішкене қала бұтақтар шығарып жүруге болады. Біреулер төбесінен бастайды, біреу астынан бастайды. Ода тұрған ештеңе жоқ. Бірақ ең бастысы алыстан қарап алсаңыз болды. Қайсысын кесетініңізді анықтап аласыз. Алыстан бір көз жүгіртіп алған дұрыс. Бірінші жанына келіп бірден бастап кетпей. Жерге қурағандар бар екен, алып тастаймыз. Бірақ ішкі өскендерді аламыз міндетті түрде. Ол заңдылықты бәріңіз білесіздер. Мына жерді көрдіңіздер, мына бәсекелес болып бара жатыр. Көрдіңіздер, бұны мына жерден алып тастаймыз. Сосын басын қысқартып аламыз. Мынаны былай қалдырамыз. Мынауыңызда міне бұл да бәсекелес болып бара жатыр. Осы мына жердің бұтақ шығады. Бүршікке сыртқа кеседі, өседі бүршікке қалдырып мына жерге. Мынау да сондай болады. Астына өскендерді аламыз. Осылай болып келе жатыр. Бұл негізі кішкене жабайға да келеді, түріне қарасаңыздар. Бірақ былтыр алма болды, бірақ мына жер бір алманың несі тұр, көріңіздер ме? Бірақ басқаларға қарағанда жемістер аздау, бойына кетіп бара жатыр бұның өсудің бәрі. Қатты белсенді, агрессивті өсіп бара жатыр жоғары қарап. Өйткені жанында ешқандай кедергі жоқ, жанында ағаштар жоқ. Күн сәулесі мынау. Таңертең кішкене түседі, кешке дейін әдемі түседі. Сол үшін бұл қазір жеміс беруде емес. Өсуді ойлап жатыр. Өйткені барлық жағдай соған жасалып тұр. Біз бір бұны кесіп, формасын дұрыс қалыпқа келтіріп, өнім беруге жұмыс істейтіндей қылып жасаймыз, құдай қаласа. Мына жерде міне орталық 1 литрді қалдыруымыз керек біз мына жерде. Енді бұл бізге кішкене мына қисайып бара жатыр екен, көрдіңіздер ме? Жерін дұрыс қарамасаңыздар, кішкентай кезінен мына жерін тоқтатамыз да. Мына жерін тоқтата салайық. Міне шамамен осындай болып қалды. Шамамен осындай болады. Негізі мыналар кейін болашақта мыналар аралар, бұтақтар алып тастаймыз мыналарды. Өйткені қазір мына жіңішке болғандықтан бір-біріне кедергі салмайды, ертең мыналар қалыңдайтын болса бір-бірін қысып жібереді мына жерде. Аралар өте жақын, көрдіңіздер ме? Мыналар. Сосын арасынан біреу бар, біреуден кейін біреу алып отырылады. Солай қазірше.